Ал қалайсыңдар қыздарым? Жақсы. Келіңдер жайғасыңдар. Мен сендерге бүгін көптеген ертегілердің ішінен бір ертегі оқып берейін, я. Бұл ертегінің аты Түлкі тасбақа кене жайлы, я. Бұл қазақ халқының ертегілерінің барлығы балаларды мейірмандыққа, татулыққа, мейірімділікке үйретеді. Балалар жамандықтан, өтіріктен аулақ болуға, зұлымдылықтан аулақ болуға үйретеді. Бұл қазақ халқының ертегілерінің барлығы тұнып тұрған тәрбие, балалар. Балалар, мен бүгін сол ертегілердің ішінен сендерге осы ертегіні оқып берейін. Баяғы заманда түлкі тасбақа кене үшеуі жолдас болып келе жатса, бір жерде бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойласып келіп, мұны тұқым қылып, жерге егіп, көбейтіп бөліп алайық дейді. Мен осы жарды сүйеп тұрайын, болмаса құлап кетер деп, көлеңкені саялап жатып алады. Кім? Түлкі. Бұл жерде түлкі қулыққа басады, балалар. Тасбақа байғұс жер тырналап, кене сорлы тарыны жиып, егіп әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет шегіп, піскен соң ол тарыны орып алады. Бастарында бір аяқ тары ғана болады. Бастырғанда бір аяқ тары ғана болады, кішкентай ғана тары болады. Біреуі барып түлкіні шақырып келеді де, түлкі келе сала, бұл тарыны үшеуміз бөлуге болмайды дейді түлкі. Үшке бөлгесін бұл әрқайсымызға қаншадан тиеді дейсің? Одан үшеуі із жасырып, қай қозғанымыз алайық дейді. Мақұл деп келсе кетеді. Түлкі, ал кеттік деп жөней бергенде, кене түлкінің үстіне жабысып алады. Өліп өшіп барғанша жүгіріп келіп, қырманға отыра бергенде, ай, мені басып өлтіресің бе, дейді кене. Ой, сен қашан келдің, дейді түлкі. Сен бағана ал кеттік дегенде, ақ мен келіп қалғанмын, дейді кене. Екеуі дауласып жатқанда, аузы мұрны қан-қан болып, тасбақа келеді. Келе сала, ойбай түлкі, мен бір бәле көріп келдім. Жаңа сендердің артыңнан екі қарагер аты бар, қара бүркіті бар, екі тазысы бар, екі адам келіп, жаңағы қасыңдағы түлкі жолдасыңды тауып бер, деп менің аузы мұрнымды қан қылды, дейді. Сенің осында екеніңді айтқаным жоқ, осы жаққа қарай келе жатыр, дейді. Кім айтады бұны? Түлкі. Жоқ, бұны тасбақа айтады. Сонда түлкі айтады: айналайындар ай, мені айта көрмеңдер. Мына тарыны екеуің тең бөліп ал, мен сендерге риза болайын. Олар келсе, білмейміз қайда кеткенін деңдер деп тұра жөнеліпті. Сөйтіп тарыны тасбақа мен кене бөліп алыпты. Бұл жерде, балалар, кімдікі дұрыс? Айтыңдаршы. Тасбақа кене. Тасбақа мен кененікі дұрыс, я? Ал бұл жерде түлкі қандай қу? Қандай аң? Ол өте қу аң, я? Айлакер. Ал енді осы ертегінің ішінен түсінбеген сұрақтарың бар ма? Әже, неге түлкі қу деді? Түлкі қу. Бұл жерде түлкі барлық ертегіде кейіпкер, түлкі қу кейіпкерінде ойнайды, я? Сондықтан түлкі бұл жерде қу кейіпкеріне ойнап тұр. Ал енді балалар, мен сендерден сұрайын, Балкерім қызым, сен қандай ертегілерді білесің? Қан айта қойыншы. Жетілақ, ұрт-тоқпақ, құс мақтағыз, алтын сақа. Алтын сақа, сосын бары. Ал енді сол ертегілердің ішінде бізге қай ертегіні айтып бергің келеді? Ұрт-тоқпақ. Қан? Қатырақ айта қойшы сол ұрт-тоқпақ. Ұрт-тоқпақ ертегісін бізге айтып берші. Иә. Бір баяғыда қазбай болыпты. Сол құрыққа түс қапты. Атасы алса, сосын барып бұлай айтыпты.
айтыпты ғой, мені жіберші деп. Мен саған 3 нәрсе берем депті. Сосын барып жебе салыпты. Сосын барып бір жолдан кейін жүр баратқан кезде мына жерде жайып жүрген жылқылар жүрген. Мынау кім жылқылар десе қазбайтын жеткен. Сосын барып мына жерде жайып жүрген қойдар бар екен. Мынау кім қойдар десе қазбайтын жеткен. Сосын барып мына жерде жайып жүрген келе жатса жайылып жүрген нелерді көреді? Түйелерді көреді, иә. Сосын барып кім түйелер десе қазбайтын жеткен. Сосын барып қазбай маған бай болыпты ғой деген сол. Сосын барып нені аласың деген сол. Маған менде 3 нәрсе бар деген сол. Нені аласың деген сол. Сосын барып бұда біз қазағым, біз қос есем, қос ұр-тұппам, ұр болып. 3 нәрсем бар, осының қайсың аласың деді, иә? Сонда тағы деді ата? Біз қазағым, біз бер дейді. Сосын барып біз қазағым, біз деген сол күшті тамақтар пісірген. Жолдан шығып бара жатқан кезде балалар шығыпты. Сосын барып ата үйге барып шай ішіңіз деген сол. Балалар бірақ қос ұр-тұппам, үрде құмандар деді. Сосын барып мақұл деген сол кірген сол ішке. Сосын барып ұр-тұппам, ұр деген сол. Қос есем, қос деген. Біз қазағым, біз деген сол. Алтын көп деген алтынды. Жоқ, піс қазаным піс дегенде көп деген әдемі тағамдар пісейді. Оны балалар не қылады сол кезде? Қазанға қояды. Ауыстырып қояды. Одан кейін оны білмей ата алып үйіне барғаннан кейін біз қазағым піс дегенде ештеңе піспейді. Сосын не қылады? Қайтан ол ашуланып қазбай байға келеді. Сөйтіп не сұрайды тағы? Нені аласың тағы да деген сол. Маған қос есем қос бер дейді. Сосын барып қос есем қос деген сол. Алтын құс болады екен. Сосын барып бара жатқан кез жолдан тағы да балдар шығыпты. Ата үйге барып шай ішіңіз депті. Сосын барып мақұл депті. Ата үйге кіріп бара жатқанда балаларға не дейді? Сосын барып қос есем қос құмандар балалар дейді. Сосын барып мақұл деген сол кірген сол. Қос есем қос деген сол алтын құс болады екен. Сосын барып балалар бұны ауыстырыстапты. Сосын барып бара жатқан кезде қос есем қос деген сол алтын құс болмайды екен. Сосын барып ол мынау қазба мені тағы да алдапты ғой деген сол. Бар жатқан сол, нені аласың тағы да деген сол. Маған ұр-тұппам, ұр бер дейді. Сосын бар жатқан сол. Келе жатқанда балалар тағы кездеседі. Сол кезде тағы да шығады. Сосын сол кезде бұлар ата үйге барып шай ішіңіз депті. Балалар ұр-тұппам, үрде құмандар депті да. Сосын барып мақұл деген сол, ұр-тұппам, ұр деген сол. Ұрат балдардың басынан ұра жөнеледі. Ұрат басынан ата ұр-тұппақ тоқтаңызшы. Біз сізге біз қазағым, біз қос есем, қос қайтарып береміз деген сол. Қайтарып береміз деген. Сосын барып қайтарып берген сол, мақсат мұраға жетті. Ой, жарайсың Балкерім. Ал енді Балкерім, бұл жерде балалар атаны көп алдады. Осы дұрыс па? Дұрыс емес, иә? Бәрібір айналып келгенде ол өзінің заттарын қайтып алды, иә? Ал балалар, енді сендер тағы қандай орыс ертегілерін білесің? Орыс ертегілерінен айтып бергің келмей ма? Айтым келеді. Қандай ертегін айтасың орыс халқының ертегілерінен? Репка. Айта ошы. Давным-давно жил дедушка, и он посадил огромную репку. И тянет дедушка, не тянет.
и позвала бабушку. Чанил, 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 чанил. И бабушка позвала доченьку. Тянили, тянили, тянили. И доченька позвала чушку-собачку. Тянил, тянил, тянил. И чушка-собачка позвала кошку. Тянил, 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 не тянил. И кошка позвала мышку. Тянил, тянил, и тянились. И они жили дружные. Рахмет, балалар. Бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды, иә? Көп нәрсе үйрендік па? Я. Рахмет. Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері елесінде сақталған бір туар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуі тиіс. Нұрсұлтан Назарбаев. Биыл жауын жақсы болып, Боралдайдың бойы шалғынға бай. Ата, анау Қостыраның ар жағындағы тау. Не тау? Ол Қаратау деп аталады. Қостыра Қаратаудың бір саласы. Расында түсі қаралау екен. Аталарымыз қалай дәл қойған? Қарағым, қазақта жердің атауы тегін қойылмаған. Әрқайсысы тарихтан сыр шертеді. Олай болса, біздің аудан не үшін Бәйдібек деп аталады? Ол кім сонда? Балам, ендеше тыңда. Бәйдібек бабамыз мына қазақ даласы тудырған ұлы адамдардың бірі болған. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Уағалейкум ассалам. Жақын жерде ел жоқ. Айдалада неге жүрсіз? Жаяу екенсіз. Тағдырдың жазғаны да, шырағым. Су ішіңіз, ақсақал. Суың аз екен. Жол алыс, өзіңе керек болар. Ештеңе етпейді. Алыңыз. Енді атқа отырыңыз. Мен жетектейін. Өзіңше? Мен жаспын ғой. Сіз қариясыз. Мініңіз. Есімің кім, қарағым? Бәйдібек. Жомарт, мейірімді бала екенсің. Ер батамен көгереді. Жай қолыңды. Ұрпағың сенің көп болып, кең даланы жайласын. Қот береке үзілмей, басынан бақ таймасын. Жолбарыстай рухы бар ата-баба әруағы әрқашан сені қолдасын. Әумин. Әумин. Рахмет, ақсақал. Ой, мынау қайда кетті? Ой, сен көрмедің бе? Әлде Қыдыр ата болды ма екен? Қызық екен. Чу, жануар, чу! Сат, тұлпарым, сат! Көрсетейін мен сендерге. Чу! Gelіңдер.
көрсетейін мен сендерге. Ал. Қайда барасыңдар? Міне, осындай жомарт, мейірімді мінезі мен Бірақ өжет ойқыланып. рухының арқасында жас Бәйдібек ел арасында беделді азаматқа айналып, үлкен дәулетке ие болады. Келе-келе ел ағасына айналған ол, өзінің даналығымен ел даузына қаратып, билік айтып, Бәйдібек би атанады. Бәйдібек би, мына жалшыны өзім асырап, киім кигізіп өсірген едім. Енді менен ақыдам етеді. Аяққа кісен салуға болар, қолға кісен салуға болар, ал тілге кісен салуға болмас. Сөзінде айт жалшы бола. Байекеңнің асырағаны рас, бірақ мен күн демей, түн демей, неше жыл жылқысын бақтым, шашау шығармадым. Ошағының оты болып жанып, күлі болып шықтым. Бияға, ендігі төрелігін өзіңіз айтыңызшы. Әлсізге араша болмасақ, билігіміз қайда. Әділдіктен бейге ештеңе жоқ. Аққа қашан да Құдай жақ. Бай, сенің жалшыға атақысын беретін жөнің бар. Кесім осы. Көндім, рахмет бияға. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум әссәләм. Жол болсын. Алыстан келем. Ел аралап, игі жақсылардан бата жинап жүрмін. Бәрекелді, жаста болсаң талабың үлкен екен. Рахмет ағасы. Мынау кімнің жері? Бәйдібектің жері. Мынау даланы толтырған кімнің малы? Бәйдібектің малы. Бәйдібек бұндай малға қалай еге болған? Ол кісіні Қыдыр Әлеке әссәләм қолдаған. Өзі жомарт, кең адам. Бұл малдың аты Бәйдібектікі болғанмен, заты елдікі. Сол үшін малына құт береке қонған. Олай болса мен іздеген адам Бәйдібек екен. Сол кісінің батасын алайын. Жолың болсын. Рахмет аға, амандықта көріскенше. Ханем, шақырған екенсіз, келдім. Иә, тыңшылардан хабар келді. Ойраттар бізге қарай жорыққа шығыпты. Ханем, ұрысқа дайынбыз. Айқастың болары белгілі ғой. Айтарым енді, сенің сыналар кезің келді. Қолды өзің бастап барасың. Енді мына елге де, ордаға да өзің еге бол. О не дегеніңіз, ханем? Бұл менің ғана емес, елдің сенімі. Жортқанда жолың болсын, Бәйдібек. Рахмет, ханем. Ассалаумағалейкум аға. Бәйдібек аға, бүгінде атыңыз ен даланы аралап жүр. Сол үшін өзіңізден баталуға іздеп келдім. Бәрекелді. Жауын мен жер, бата мен ергі көреді. Ниетің ақ екен. Бірақ біз жауға қарсы жорыққа шығамыз. Бәйдібек аға, әскеріңіздің қатарынан табылу мен үшін мәртебе. Қатарға қосуыңызды сұраймын. Жай қолында. Әкенің емес, бүкіл елдің баласы бол. Ағайынның емес, бар халықтың панасы бол. Көргені көп, көш бастайтын данасы бол. Аумин. Аумин. Рахмет аға, сеніміңізді ақтаймын. Ендеше ұрысқа дайындаламыз. Көк тәңіріңнің ұлдары,
ел басына күн туды. Осындағы үйсім бар. Қазғұртты жайлаған қаңлы, шанышқылы жұртым бар. Азулы арғын, қарағаштай қалын найман, Сүйхұндағы қоңырат. Бірлігімізді дәлелдейтін кез келді. Сен қоштасаң, мен бастауға дайынмын. Ей, Бәйдібек! Сөзге ұста екенің көрініп тұр. Енді іске көшейік. Жақ жекпе-жекке Қаратаудың етегін қанға бояймын. Кел ендеше, шу жануар. Тұрғаны. Tappa өзіңдер, алға! Міне, бүгінде қазақ шежіресінің сан түрлі тармақтары сол Бәйдібек бабамыздан тараған. Бәрі де қазақ шаңырағының бір-бір уығы десе болады. Ата, олай болса ауданымыздың аты Бәйдібек деп өте дұрыс қойылған екен. Әрине, 1996 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев арнайы жарлығымен ауданымыздың атын Бәйдібек деп белгіледі. Оңтүстік Қазақстан облысының Алғабас ауданының аты Бәйдібек ауданы болып өзгертілсін. Бәйдібек бабаның өмірі осылайша ел жадында сақталып, кейінгі ұрпаққа үлгі болуда. Бұл сенің тарихың. Тарихыңмен мақтана біл, балам. Керемет. Түсіндім, ата.